Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Жоғары деңгей 43-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ұлттық тағам. Грамматикалық тақырыбы ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем және да, де, әрі жалғаулықтары. Ережемен танысыңыз. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем жай сөйлемдерді бір-біріне іргелес болған уақиғаны, істі білдіретін салаластың түрі. Жалғаулықтары және, әрі, да, де, та, те. Мысалы, биыл жайлауда болдым және ауылдағы ағаларымның үйіне бардым. Далада жел соғып тұр, әрі сіркіреп жаңбыр жауып тұр. Ол бөлмесіне кірді де тас бүркеніп жатып қалды. Тапсырма. Берілген сөйлемдермен ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем жасаңыз. Үлгі. Ол туған жеріне келді, бала кезіндегі достармен кездесті. Ол туған жеріне келді, әрі бала кезіндегі достармен кездесті. Тапсырма. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлемнің жалғаулықтарын қойыңыз. Жаңа сөздермен танысыңыз. Атақ беру, арнаулы, аңыз, ет асу, арал, ақжелкен. Аштық, аштықты басу, әдетке айналдыру, бағалау комиссиясы, бұқтыру. Бұға пісіру, бақ, бұқаралық ақпарат құралдары, дәмін көру, дәрумен, жеңіл тамақ, жеңсік ас. Тапсырма. Берілген сөз тіркестерімен ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем құрыңыз. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.